Жамағат міне қаршыма келі кіші өз білән сөйлешемін деп ойлап қоясың. Әлі іліккі шайында ол. Мен әне уақытында бір мұнда аферист болған фатирлар уақытта әлі ипотека деген ешітілмейді. Ол бірінші шыны ойлап шығарған да, аны хатта газеттері жазғандар. Әйінде ол меңа бұрышлары бар яның. Меңа түгіл, меңден офис орына, офис етіп фатирын алып тұрған орысқа төлемейдір. Ол мен айта, сен бет газетте шлесің, қорқыт, аны бір yazып шығарғанлар біраз. Мен де айтқаным айтам, yazып шығарам мен сен әгерді ақшаны міне бұрышын төлемесең, ол Кубанда бұрышы бар етігі орысқа тігі түзушілерге нешіктір төлемеген. Шол енді машинасына отыртып мені ерген, Аллахта сөйлеше, ең біріншігіне келіп шықты ол шындай. Мен айтам, мен білен сөйлешемін деп бұрылып қарайым, ауыл гіл шол тігі. Шол кімдер білен телефонна сөйлеше екен. Ол яңа шыққан етік, яңа шыққан ол шол вақытта шындай. Енді телефон тігі турдан туры сөйлешмейлер. Нәрсе дейлерінде ялғыш айтсам, күлерлер енді. Яри, енді шуны айтасым келі. Ол шундай нәрсе қазір шыққаш енді бізге иреклі болды. Неге дейсің, шынки міне ілік, міне жамағат білесіз ме? Адам баласына ішін бұшатып сөйлері керек. Міне біздің көршіде Моржа әдей тұрадыры, ол уақытында, тігі соғыш уақытында Төтемашы деген ол анын ири соғыштан аяқсыз бір аяғы зағип болып қайтқаны. Шынасын сельсовет, ауыл советін жетекші рәйісі етіп қойғанлар аны. Ол шында бізде неше бала болған уақытта, 3 бала болған мы соғыш елларында. Хатта 4 баламы болған. Ахмет Гарай, Тахватулла, мәрхум Шахидулла 45-ші елғайында ол, 42-ші Насима 39-ші. Міне бабай, әби, әти, әни, әти біздің мәрхум бригадир болып ішресе де, шуңа қарамастан ол ғаилені тоқландырға мүмкінлігі болмаған. Ашул сельсовет, ауыл советі рәйісі қызы арқылы жіберген ипini тігі Моржа ипini ешіріп, көршілер көрмесін деп гіл бізге ташып тұрған. Шуға көрі ол бізге сұңыдан енді әти аны келсе де, сөйлешсе де, шейшіп отырадыр ол гіл әни білен айырым бір сөйлер мұны қызық енді бір қызықсынға кішіге. Шол сөйлешіп отырады, ұшық кеткенде әти мәрхум айтадыр, аны көзі білен ұзатып қына ішін бұшатып кетті де. Ішін бұшатып кетті де, міне де. Шүнки айтасы келе жамағат 12 ел медицина алып барған кіші газетті, 3 ел медицина турда газет шығарғанға шанығы шүнки кішіге кімгәдір іш бұшатып сөйлерге керек. Міне сіз хатта міне шындай ялғызлықта сөйлерге кімге білмейсіз. Қазір міне яқын досқа да қойсы уақытта ақиратқа да сөйлерге болмай. Шүнки тараталар, кімді хақында сөйлесің ме нәрсем ашуланып. Аны бет айталар бір халықта. Орысша айтам енді, что в сердцах сказано, то со злом не связан деп. Ол мәселен ішіне пішірта, сен аны ішіңі бұшатып сөйлесің, ол бүтін жере тарата. Біздің әне мәрхум міне үйден ермейдір ебек. Біздің анын бір туған айттым бет, аталары Ишан Хазірет болған 4 хатыннан, бұл 2-ші бүтін хатыннан бұл анын сіңлісі апасы мы келедір. Ауылда үй сайын еріп, шол хабар Юмшақ қына рәуішті айтамайды, хабар таратып ерейінді. Біз әне бір нәрсе айтса, ол шыны барып көпіртіп сөйлей, шынки анда шәй шіртелер, бір яңалық айтқан шықылы. Әнені мәрхумны келінлеріне барып, шулай, бейімің шулай сөйледі сені қақында деп, әләнсе көпіртіп сөйлей екен. Біздің әне мәрхум кімге сөйлерге енді ішіп ұшатып, шынаға керек, шултығы туғаны келгәш, енді шынаға нейті. Шына тәсі келі. Сіз ол қорқыныш астында мәселе. Артық сөйлесәгіз. Хатта міне шулай айталар да қойсақта кіші қайғырып тұрса де, фикі нешекінде қайғы басса де, хатта қағазға язда де, яндырып таша шынасын де. Ол қазір енді міне шултығы
өзара өзіңнен белән сөйләшеп барсаң да, хәзер игътибар итмиләр, уйлыйлар син телефоннан сөйләшә дип. Шулай эш бушатсагыз, әле Акмали дигән безнең татар халкында шундый персонаж урысча әйтмешли булган. Алдаркасы Казактагы шикелле, мәсәлән, Урта Азияда бездә дә булган, мәсәлән, Хуҗа Насыйри кебек. Аны вакытында әйткәннәр: "Бабай, ник син үзең белән сөйләшәсең? И балам ди, мин бит яратам акыллы кеше белән сөйләшергә ди." Шуның шикелле, сез акыллы кеше булсагыз, үзегез белән сөйләшегез, эшегезне бушатып. Чөнки ул әйтәләр, уртаклашкан кайгы ул ди яртыга әйләнә ди, яртысы кала ди. Уртаклашкан сөенеч ди, үсә ди ул ди, күләме ди. Шайтас килә. Кемгә дә булса әйтсәгез дә ярый, хатта үзегез белән сөйләшсәгез дә ярый. Ул бездә нигәдер шул тәрбияләнгән, без үзебез белән сөйләшеп, диванага әйләнгән икән дип шулай. Ул булган инде безнең өлкәннәр, мәсәлән, Альцгеймер, теге безнең якта да алҗыган дип әйтәләр. Монда арыганны дип алҗыган. Бездә алҗыган карчык дип, мәсәлән, әйтәләр, үзебез белән сөйләшә дип. Юк, җәмәгать, ул бик файдалы эш. Әгәр дә сезне тыңлап тормасалар инде, урамда йөрисез, кемгә сез кирәк, мәсәлән, урамда йөрисез, я урманга, я паркка чыктыгыз да, үзегез белән әкрен-әкрен сөйләшәсез, искә төшереп, менә булай дип. Инде ике кеше булмасын инде да, ул теге урысча әйтмешә, раздвоение личности. Үзегезнең фикерләрегезне сөйләгез, фикерләрегезне. Фәлән турында нәрсә уйлыйсыз, фәлән нәрсә дип. Ул шулай әкрен эшне бушата ул. Сайтас килә. Бик файдалы, бик шифалы. Берәүгә зыян китермисез. Ул вакытта теге урысча әйтмешли пар выпустили. Шунасын суынгач, сез инде дип тышам башына дип уйлап китәсез. Сез аны ишегездә җыя, ул ширгә әйләнә. Әйтәләр, бик урыста мәкаль бик яхшы бар. Камень, который ты долго носишь за пазухой, превращается в камень в печени дип шулай дип әйтәсе килә. Шуңа күрә, әгәр дә бер нәрсә бурчи, япа-ялгыз бардыгыз, парктамы, кайдамы, аллеяда сөйләнеп китеп барасыз, кулыгызда телефон. Кеше уйлый, бу бер таныш белән сөйләшә икән ди. Шулай, минемчә. Менә игътибарыгыз өчен рәхмәт. Файдалы киңәш булса, мин шат инде. Исән сау торыгыз.